Қайырлы күн достар, назарларыңызға Ақмола облысының білім жүйесіндегі маусым айындағы жаңалықтар. Биыл 1 маусым балаларды қорғау күні барлығы балалар үшін республикалық акциясы аясында өтті. Мерекеге орай еңбек ардагері Зура Шуатаева мен білім басқармасының басшысы Бейбіт Жүсіповтың бастамасымен Каримовтер отбасын құттықтап, балаларға сыйлықтар табыс етілді. Әсемгүл Каримова күйеуімен бірге 7 бала тәрбиелеп отыр. Облыс әкімі Ермек Маржықпаевтың тапсырмасы бойынша 1 маусымда білім басқармасының делегациясы апалы-сіңлілер Александра және Оксана Иваниковалардың балаларды қорғау күнімен құттықтады. 2015 жылы Галина Воронина Ақкөл балалар үйінен Сашаны және Оксананы асырауына алды. 3-4 июня по всей республике прошли торжественные линейки и последние звонки для выпускников 11 класса с соблюдением всех санитарных норм. Также выпускниками 2020 года был организован онлайн-флешмоб «Қош бол алтын ұя мектебім», где они выразили слова благодарности и пожелания школе, в которой провели часть своей жизни. Следующее вашему вниманию предоставляется краткий репортаж по Зеленинскому району. Зереда ауданында 63 жалпы білім беретін орта мектеп, 10 балабақша және 3 қосымша білім беретін мекеме жұмыс жасауда. Биылғы оқу жылын 6147 оқушы аяқтады. Карантинге байланысты 2019-20 оқу жылының 4-ші тоқсаны Зереда ауданының барлық 63 жалпы білім беретін мектептері қашықтықтан оқытуға көшірілді. Қашықтықтан оқытуды сәтті ұйымдастыру мақсатында мектептерден 124 компьютер қолданысқа таратылды. Біздің ауданымыздың демеушілерінің қолдауымен смартфондар таратылды оқушыларға. Білім бөлімі жанында кол орталық құрылып, ата-аналарға, оқушыларға және педагогтарға әрдайым әдістемелік көмек көрсетіліп отырды. Аудандық әдістемелік кабинет пән мұғалімдерінің әдістемелік бірлестіктерімен тығыз байланыста. 4-ші тоқсанда жинаған тәжірибелерімізге сәйкес видео сабақтар дерекқорларын құрып, кемшіліктері болса, сол кемшіліктерді жою мақсатында тәжірибе алмасуда. Қазіргі таңда пандемияға байланысты балалардың жазғы демалысын, сауықтыруын ұйымдастыруда қашықтықтан өткізіледі деп шешім қабылданды. Мен Әубәкір Бүркіт Рамазанұлы, жергілікті жердің азаматы, осы мектепке 17 жылы директор тағайындады. Бұл мектеп 1988 жылы салынған. Сол жылдан бері ешқандай күрделі жұмыс жүргізілмеген. Биыл аудан әкімінің көмегімен 72 терезе пластикалық қойылды. Қазір күнде біз өз күшімізбен жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Келесі оқу жылына дайындалды. Директор Чарнинской средней школы Айткужин Алпамыс Курмангалиевич. В нашей школе проводится капитальный ремонт. На выполнение этих работ выделено 260 миллионов тенге. Сейчас идет демонтаж полов, окон, отопление и штукатурки стен. Работает по программе ДКЗ. Значит, здесь сейчас около 25 рабочих. С ТО ЛТД Сарыарқа, город Көкшетау, заключен договор, и они сейчас производят эти работы. 2018 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Зеренді ауданында 7 IT сынып жұмыс істеді. Ал 2019 жылдың қаңтарынан бастап ауданның барлық 63 мектебі қамтылды. Қазіргі уақытта ауданның 28 мектебі робототехника элементтерімен жабдықталған. Сонымен қатар, білім басқармасының тізімдемесіне сәйкес облыстық бюджет есебінен 3 робототехника кабинеті сатып алынды. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, управлением образования области были проведены конкурсы в онлайн-режиме, где были вовлечены дети, родители и педагогическая общественность. Эти конкурсы «Шоу талантов», «Жұлдыз Десят», интеллектуальная семейная онлайн-игра «Что, где, когда», Comedy Kids. Также в прямом эфире прошло награждение победителей. Жас ғалым 6-шы халықаралық ғылыми байқауы өтті. Ақмола облысының намысын қорғаған Бурабай ауданы Щучье қаласы номер 9-шы мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Бекбулатова Марзия 3-ші орынды иеленді. Ғылыми жобасының жетекшісі Қалмағамбетова Гүлайым Тастанқызы, қазақ тілі және әдебиет пәндерінің мұғалімі. В июне месяце руководитель управления образования Акмолинской области Жусупов Бейбіт Айтымович посетил объекты образования Сандықтауского
Атбасарского, Астраханского районов. В Атбасарском районе аким Акмолинской области Ермек Маржикбаев посетил среднюю школу номер 2 села Бастау, в которой реализуются два проекта в рамках дорожной карты занятости, текущие ремонты школы и спортивной площадки. Учащиеся села Жалтыр Астраханского района обучаются в школе, построенной еще в 1941 году. В текущем году здесь планируется капитальный ремонт здания с реконструкцией пришкольного интерната на 40 мест для учащихся старших классов из соседних школ. В рамках программы «Ауыл ел бесігі» выделено 350 миллионов тенге. В ходе поездки аким области посетил агротехнический колледж села Астраханка. Объект отремонтирован в 2019 году по программе «Ауыл ел бесігі» и оснащен необходимым оборудованием. Ақмола облысының мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының және техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері арасындағы үздік педагог сырттай байқауының қорытындысы шығарылды. Жеңімпаздар 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен және ақшалай сертификаттармен марапатталды. Немаловажным событием является заключение меморандума о сотрудничестве между Управлением образования Акмолинской области с Альянсом женских сил Казахстана по Акмолинской области и директорами колледжей по вопросам обеспечения аграрной трудовой занятости, а также с представителями туристического бизнеса Акмолинской области по вопросам обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних детей Акмолинской области. Медаль Елбасы – проект общенациональной инициативы Ел-МТ. Программа воспитания и развития подрастающего поколения. Система представляет собой поддержку и мотивацию детей и молодежи. Участие в программе предполагается по 7 направлениям, как спорт, таланты и навыки, национальное наследие, волонтерство и так далее. Единственным критерием для участия в программе «Медаль Елбасы» является возраст участников от 14 до 29 лет. По решению сессии Маслихата от 10 июня 2020 года на реализацию программы «Медаль Елбасы» выделено 40 миллионов тенге. В настоящее время Академии Елбасы подобраны и обучены наставники. По Акмолинской области 24 наставника. Для участия в программе уже зарегистрировалось 308 человек с нашей области. Дорогие зрители, следующее вашему вниманию сюжет про проект «Жас маман». Ақмола облысында «Жас маман» жобасы жүзеге асырылуда. Бүгін біз құрылыс технологиялық колледжіндеміз. Жылдар бойы дамып, колледж жоғары білікті инженерлік педагогикалық құрамы және мықты материалдық техникалық базасы бар ірі оқу орнына өсті. Ақмола облысы колледждерінің рейтингі бойынша колледж 3-ші орынға ие. В колледже у нас подготовлены 7 мастерских и 2 лаборатории. На наш колледж выделено порядка 435 миллионов 481 тысячи тенге на приобретение оборудования. Жас маман жобасы бойынша 2020 жылғы 1-ші қыркүйектен бастап жұмыс берушілердің еңбек нарығының сұранысын ескере отырып, халықаралық стандарттар бойынша кадрлар даярлау бағдарламаларын енгізу жүргізілетін болады. Нәтижесінде колледж халықаралық салалық аккредиттеуге дайындалуы тиіс. Жоба аясында біздің өңірде еңбек нарығының білікті кадрларымен қамтамасыз ету үшін 11 колледжді жаңғырту көзделіп отыр. Ағымдағы жылдың 19 маусым күні ұлы кемеңгер Абай Құнанбайұлының 170 жылдығына арналған Абай мұрасы және қазіргі білім беру атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференциясы өтті. Конференция Zoom платформасы арқылы тікелей видео байланыс форматында ұйымдастырылды. Абай мұрасын қазіргі жастар арасында, әсіресе білім мекемелері арасында нақты насихаттау болып есептелінеді. Осыған орайластырылған конференциямызға Ресей Федерациясынан, Башқұртстан Республикасынан, Қырғыз Республикасынан, Саха Республикасынан және Алтай Республикасының қатысушылары бар. В период с 21 по 30 июня прошло ИНТ в Акмолинской области. Для организации проведения ИНТ в области организована работа 11 пунктов сдачи ИНТ, из которых 3 пункта ПП и ИНТ находятся в вузах города Нур-Султан. В пунктах проведения ИНТ организовано наличие тепловизоров, дезинфицирующих тоннелей, санитайзеров, дезинфицирующих ковриков для обуви, маск и так далее. Напомню, в 2020 году завершили обучение 4515 выпускников области. Из них подали заявление на участие в едином национальном тестировании более 80%. Дорогие друзья, на этом наш второй выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал на YouTube Білім Лайв, на инстаграм-страницу Акмо Еду, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До следующего выпуска.